Асканор каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дамские пальчики, яғни бикеш саусақтарын дайындайтын боламыз. Керекті заттарды видеода көрсетіп қойдым және астына жазып кететін боламын. Ең алдымен суымызға бір шымшым тұзымызды салып, майымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Яғни қайнады деген кезде ғана барып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды біртіндеп саламыз. Газымыздың астын байлатып аламыз. Сосын барып ұнымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Ұнымыз қоюланғанша, яғни қамыр болғанша араластыратын боламыз. Бұл негізінде ыдысқа жабыспайды. Тек қана астын азайтып алып араластырсаңыздар болды. Қамырымыз әбден қоюланғанша араластырамыз. Қоюланғаннан кейін барып, газымызды өшіріп, қамырымызды суытып аламыз. Енді суытып алғаннан кейін қамырымызға дайындап қойған жаңағы 5 жұмыртқамызды біртіндеп қана салатын боламыз. Барлығын салып тастамайсыздар, тек қана бір-бірден ғана салып, миксермен араластырып отыратын боламыз. Яғни бірінші жұмыртқамызды саламыз да миксерлеп аламыз. Сосын барып екінші жұмыртқамызды саламыз, оны да миксерлеп аламыз. Сосын барып үшінші жұмыртқамызды саламыз, оны да миксерлейміз. Сөйтіп 5 жұмыртқамыз біткенше бір-бірден салып миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз үлкен болу керек, яғни бірінші немесе 0-ші категориядағы үлкен жұмыртқалар болу керек. Кішкентай жұмыртқа болса, онда 5 емес 6 дана жұмыртқа алатын боласыздар. Барлық жұмыртқаларымызды араластырып алғаннан кейін массамызды видеода көрсетілгендей кондитерлік мешокқа, басына выпекпайтын насадкасын кигізіп аласыздар да, осы мешокқа салатын боламыз. Сосын противенімізге пергаментімізді төсеп, осылай таяқша ретінде жасап аламыз. Оны духовкамызды алдын ала қыздырылған, 200 градуста қыздырылған пешке саламыз. Ол пісіп жатқан кезде біз кремімізді дайындап аламыз. Енді оған ең алдымен 33% сливки керек. Оны әбден қоюланғанша миксерлейміз. Әбден қоюланып алғаннан кейін келесі қаймағымызбен сахарный пудраны бірге қосып, онда біраз қаттысына қоймай, миксердің азына ғана қойып, кішкене ғана араластырып алатын боламыз. Яғни кілегейіміз сұйық күйге айналмау керек. Енді кішкене ғана осы қант ерісе ғана болды, осы сахарный пудра. Соған дейін ғана араластырамыз. Сосын барып осы жаңағы сливкидің үстіне құйып, оны да бір кішкене ғана күрекшемен, яғни лопаткамен немесе миксердің ең азына қойып, ақырын ғана бір кішкене ғана араластырсаңыздар болды. Барлығы бірге араласқанша ғана. Ұзақ араластырмаймыз. Содан кейін духовкамыздан жаңағы таяқшаларымызды алып шығамыз. Осының барлығын дайындап алған ыдысымызға енді осындай кольцоны кигізіп дайындасаңыздар да болады. Таяқшаларымызды осылай кремге араластыра отырып, ішіне нығыздап отырып, торт күйінде жинайтын боламыз. Сосын ұмытып кетіппін, осы таяқшаларымызды духовкаға салған кезде духовканың бетін піскенше ашпайтын боламыз. Егер ашатын болсаңыздар, бұл таяқшалар жатып қалады. Піскен кезде барып қана алатын боламыз.
енді нығыздап жинап алғаннан кейін бұны тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Мен жаңағы тортым мен кремімді екеуін бірге тоңазытқышқа 2 сағатқа қойдым. Содан кейін қатты деген кезде қалған кремнің барлығын үстіне қайтадан жабып шықтым. Енді тортты сәндеу әркімнің өз қалауы. Мен шоколадты ертіп алдым да, ортасына шоколад қойып, жан-жағына кокосовый стружки салып шықтым. Әркімнің өз қалауы. Енді өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Көргендеріңізге рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет. Ал енді сіздер менің каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Ас болсын деймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.